Сәлем, құрметті көрермен, қалдарыңыз қалай? Алда келе жатқан қазақтың жаңа жыл болып таңылған Наурыз мейрамы баршаңызға құтты болсын. Әр көктемге, әр Наурызға аман есен жетуді Алла тағала нәсіп етсін. Бүгін бізде ерекше формат. Біз бүгін ешқандай кітапты талдамаймыз, ешқандай шығарманы талдамаймыз, ешқандай ой толғайтын сұрақтар қоймаймыз. Бүгін біз қазақтың көнеден келе жатқан Наурыз мейрамы мен басқа елдердің мерекелерін салыстыратын боламыз. Ал қыздар, қалдарыңыз қалай? Бастайық подкастымызды. Ал кеттік. Кейбір елдерде жаңа жыл қыста келеді, ал Наурыз көктемде басталады. Қайсы табиғатқа жақынырақ деп ойлайсыңдар? Және неге? Менің ойымша әрине өзіміздің наурызымыз өзіме жақынырақ деп ойлаймын. Себебі наурыз бұл равноденствие дейді ғой, ол кезде күн мен түн бірдей болады. Сол үшін табиғат бұл қыс аяқталып, көктемнің табиғаттың барлығы оянып жатқан уақыты деп айтуға болады. Сенімен деген келісемін. Себебі деген көктем келгенде енді күн жылайды, бұршақтар былай ашылады. Сөйтіп деген жануарлар да келіп бастайды елге. И солай былай қарап тұрса да көктем, наурыз мерекесі көктемге жақынырақ деп ойлаймын. Менің ойымша барлық қыздардың айтқанымен келісемін. Ол біздің наурыз мейрамы, яғни көктем мезгілі деп айтамын. Себебі қыста, яғни қыста жануарлар ұйқыға кетеді, ал көктемде болса, көктемде жер ананың басын иіп, яғни табиғат ашылады, өте әсем, көркем болады, барлық жануар, табиғатымыз оянады және жерлеріміз көркем болады. Яғни бұл табиғаттың заңдылығы және де көктем мерекесі, яғни жаңа жылға наурыз мерекесіне сай деп ойлаймын. Я, қыздар, мен сендермен толық келісем. Менің де ойымша наурыз көктемге, яғни наурыз мерекесі табиғатқа жақынырақ деп ойлаймын. Себебі көктемде барлық тіршілік оянады, тіршілік жаңарады, бүршектер атады. Асыл айтқандай, жаңағыдай күн мен түн, бір ерекшелігі күн мен түн күн мен түн ауысады ма? Біргеді, теңеледі. Сосын көктемде бір тіршілік жаңарып, тіршіліктің қызу қаны басталады, ал қыста жаңа жылда барлығы тек адамдар ғана қуанышты болмаса, тіршілік ұйықтап жатады ол кезде. Қазақтар наурызда наурыз көже жасап, қонаққа шақырады. Ал Қытайда Chinese New Year кезінде адамдар бір-біріне сыйлық беріп, от шашу атады. Осы екі дәстүрдің қайсы адамдарды көбірек жақындастырады деп ойлайсыңдар және неге? Мен ойымша наурыздың өзі деген адамдарды көбінесе жақынырақ қылады. Себебі деген наурызда адамдар бір-бірінің үйлеріне қонаққа барып, солай қонаққа барып, әртүрлі әңгімелер әкетеді. Сөйтіп деген бір-бірімен қатынас құрып, қатынастары ары қарай жалғасып, жақсырақ болады, солай ойлаймын. Менің ойымша әрине наурыз менің ойымша екі мереке де адамдарды біріктіреді. Себебі наурыз кезінде мысалы біз бәріміз бір үлкен дастарханның үстінде тамақ жеп отырамыз деуге болады, әңгіме базар болады. Ал Қытайларда оның енді өздерінің сондай мерекесі бар. Және негізі отта шашу ол да негізі өте күшті деп ойлаймын. Мен Танырдың айтқанымен келісемін. Себебі екі мерекеде, яғни өз халықтарына өте күшті әсер сыйлайды. Мысалы Қытайлардың мерекесін айта кететін болсақ, олар от шашу шашып, бір қызық мерекелер өткізеді. Ал наурызда болса керісінше, яғни қазақтар бір-бірінің үйіне барады, және де мысалы осындай мерекелер болады ғой қалаларда. Сондай кезде, яғни алтыбақан тебеді, наурыз көже, бір-бірімен өте көп мысалы тағамдар дайындайды. Сол кезде, яғни адамдарды біріктіреді деп айтсам болады. Көп подкастта байқайтын Таныр екеуміздің ойымыз бір жерден шығады. Менің де ойымша екі мереке адамдарды бір-біріне шынымен жақындастырады. Жаңа Қытайда айтып кеткендей, от шашу шашады екен, сыйлық береді екен, және бірге көңіл көтереді. Яғни жаңа жылды бірге қарсы алады бүкіл ел. Ал наурызда да дәл солай. Наурызда адамдар бір-бірінің үйіне қонаққа барады, наурыз көже ішеді, алаңға шығып билейді, алтыбақан тебеді, концертке шығады. Барлығы. Және наурыз мейрамының бір ерекшелігі, адамдар бір-бірінен кешірім сұрайды. Кешірім сұрап, бір-бірін кешіруге тырысады. Яғни
осы екі мерекеде адамдарды бір біріне шынымен жақындастырады. Әртүрлі елдердің көктем мерекелерінде табиғат, тағам, ойын немесе рухани дәстүрлер маңызды. Сенің ойыңша мерекені есте қаларлық ететін басты фактор қайсысы? Адами фактор. Жай адамдардың бірге уақыт өткізгені менің ойымша ең басты деп ойлаймын. Мерекені есте қалатын бір факторы ол деген дәстүр және адамдармен арақатынас. Мысалы деген тағамдарды, дәстүрлерімізді айтсақ өзіміздің әр мерекеде болатындай, наурыз мерекесінде әртүрлі тағамдар, нені айтсақ болады, әртүрлі тағамдар болады, адамдармен кешірімді болу керек сол әрдайым. И неше түрлі ойындар, сол ең қызықты деп ойлаймын. Мен Тандырмен де Асылмен де келісіп кетемін. Ол біріншіден адамдарды жақындастырады, ал екіншіден осылай алтыбақан теуіп, наурыз көже, бауырсақ, яғни айтқанда мерекелік іс-шарада барлық адамдар болғаннан кейін бір-бірінен, яғни Нұрсел айтып кеткендей кешірім тілейді, және де солай бір-бірімен жақсы бірігеді, яғни жақсы қарым-қатынаста болады. Сонымен наурыз мерекесі өте әсем, көркем ерекшеленеді. Және наурыз мерекесі өте есте қаларлықтай болатыны, бұл әрине бұл мерекенің өте үлкен мағынасы болуы, және әрдайым менің ойымша бұл бала кезінен тойлайтын болғандықтан, сен өзің бала кезіңді, отбасыңды әрдайым есіңе түсіп, жүрегіңде жылы болғандықтан ол өте керемет. Иә, қыздар, мен сендермен толықтай келісем. Наурыз маған өзіме ең ерекше болатын себебі, басқа мерекелерді біз 1-2 күн тойлайтын болсақ, наурызды біз 2 апталап тойлаймыз. Үйге қонақ шақырамыз, менің ата-анам қонаққа кетеді, ол кезде неше түрлі нәрсе пісіреміз, дайындаламыз, сонысымен есте қаларлықтай болады. Тек мысалы біз үлкен қонақ шақыратын болсақ, үйге бүкіл туыс-туғандар жиналады, оның өзі мен үшін бір ерекше естелік шыны керек, ал біз басқа мерекелерде олай дайындалмаймыз. Именно наурызда біз солай қатты дайындаламыз. Сосын концертке шығудың өзі бір үлкен естелік. Қазақтың сонда бір ерекше ойындары ойнатылып жатқанын көрген кезде, әні шырқалып, домбырасы тартылып жатқанын көрген кезде, ол мен үшін өте ерекше естелік болып қалған. Егер наурызда туристерге арналған үлкен халықаралық фестиваль ету керек болса, қай дәстүрлерді өзгеріс қалдырып, қайсысына жаңартар едің? Мен айта кетсем, сіздер ойлана алыңыздар. Мен мысалы біздің наурызда Рудныйда, именно басқа қалаларды білмеймін, Рудныйда кішкентай сахна құрылады, сосын қар үйлер құрылады, сосын алтыбақан құрылады, содан кейін наурыз көше ғана таратылады. Күрес болмайды, или басқалары бола ма, болмай ма білмеймін, бола ма? Мен бір жыл шықпадым вроде. Сосын мен былай жасайтын едім. Бірінші жаңағы День городтағы үлкен сахна құратын едім. Сосын бір Рудныйдағы жаңағы басқарып жатқан кешірім сұраймын, жаңағы сол нені жүргізіп жатқан жүргізушілер бар ғой, соларға көбісі мән бермейді. Мен сол жүргізушілердің орнына домбырамен жаңа ансамбльдер шығарып, қазақ екенін көрсету үшін күйлерін оянататын едім, бірінші. Екінші, мен жәрмеңке өткізетін едім. Қарап отырсақ, біздің әжелерімізден үлкен бір бүйтіп сұрастыра берсек, қазақтан ұмытылып кеткен, біз естімеген, біз жеп көрмеген түрлі тағамдар бар екен, соларды шығарып қоятын едім. Екінші. Үшінші, күрес болады бізде. Сосын мен по идее ешқандай дәстүрді өзгеріс қалдыратын едім. Тек қосатын едім. Былай кішкене деген туристерге деген, кішкене дәстүрлерімізге деген андай сипаттамасын қосып, әртүрлі жерлерге солай іліп, солай деген оқытуға да болады соларды. Сөйтіп деген адамдарға дегенді кішкене түсінушілік болу үшін солай деген соларды оқып, солай түсініп, біздің өзіміздің дәстүрімізді дамытуға солай болады. Сипаттайтын едік. Менің ойымша әрине біздің өте керемет салт дәстүрлерімізді өзгертпейтін еді. Мысалы алтыбақан тебу, күрес,
наурыз көже жеу. Бірақ тек қана қазіргі 21 ғасыр болғандықтан бізде көптеген мүмкіндіктер бар, солардың барлығын қолданатын едім. Біздің визуалды мысалы жақсартатын едім, үлкенірек сцена, сцена қосатын едім. Мысалы дрондарды көбірек қолданатын едім деп ойлаймын. Енді соны популярный қылатын едім. сұрақ қандай? Егер наурызды туристерге арналған үлкен халықаралық фестиваль ету керек болса, қай дәстүрді өзгеріссіз қалдырып, ал қай дәстүрді қосатын еді? Менің ойымша бірінші ол яғни үлкендердің батасын осылай не қылып қалу керек, және де ол екінші наурыз көже, және де ұлттық ойындарымызды былай өзімізде сақтап қалуымыз керек. Ал жаңа форматта өткізетін болса, мысалы туристерге болса, олар яғни мысалы қазіргі таңда әлемдік болып Кочелла деген фестиваль болып өтеді. Яғни сол сияқты қазақтардың несін үлкен сахнаға, яғни айтқанда этно стилінде. Солай бір әдемі қылып өткізсек, өте керемет болатын сияқты. Мысалы мен және де былай өзім туралы айта кететін болсам, мен өзбекстандықпын, және де Өзбекстанда біздер енді білесіздер ғой, өзбектер неше түрлі ұлттар болады да, ол жерде ұлт өкілдері. Сол кезде біздер ауылда былай әр көше бар, әр көшеден былай бөліп алады да, и осылай наурыз көжені өткізеді. Яғни ол жерде біздер яғни қазақтардың ұмытылмайтын ветошар сондай күшті үлгілерін, яғни бір салт дәстүрлерді ешқашан ұмытпаймыз, және де әрқашанда солай өтіледі. Яғни мысалы өзбектердің өзі біздер үшін қазақтарға қызығады да, оның өзі бір турист болып есептеледі ғой, андай типа қызығып наурыз көжелеріне келіп, яғни мен айтамын, беташар сондай салт дәстүрлерін өзінің, және де осылай алтыбақан, басқадан ұлттық ойында және асық бар. Асықпен күресті де ұмытпайды біздікілер. Асықпен күресті ешқашанда ұмытпай, және де осылай ауызбіршілікті болып жүрген өте күшті деп ойлаймын. Сосын мен бізде асық ойнатыла ма білмеймін, асықты қосатын едім, арқан тартысты қосатын едім. Сосын егер мүмкіндік болып жатса, бәйге мен көкпарды да қосатын едім. Себебі бұл біздің қазақилығымызды көрсететін бір үлкен факторлардың бірі. Кейбір елдерде мерекелер үлкен коммерцияға айналған, сыйлықтар, сауда. Наурызда сондай бағытқа кетсе, оның мағынасы өзгерер ме еді? Қалай ойлайсыздар? Сұрақты қайталап жіберсең. Наурыз кейбір мерекелер сыйлықтар мен саудаға қатты айналған. Наурызда сондай бағытқа кетсе, оның мағынасы өзгерер ме еді? Мен ойымша себебі деген наурыз мерекесі ол деген әрдайымда адамдармен арақатынас болады. Себебі деген наурыз мерекесінде әрдайым адамдарды жақындастыруға арналған, адамдар келіп қонақтыққа келіп те әңгімелесуге ғой, сол үшін келеді ғой. Адамдар деген керісінше ол деген чисто андай сатып алу үшін сауда жүргізіліп жатса, бұл деген керісінше наурыз мерекесінің мәнін деген өзгертетін деп ойлаймын. Менің ойымша 50-50, себебі бір жағынан қазақтың мысалы андай әдемі открыткалар сатып бастады ғой қазір. Сол әдемі немесе кәдімгі жаңа үлгідегі қазақы киімдер, украшениялар, сол менің ойымша өте жақсы. Бірақ әрине оны қатты өзгертуге де болмайды, себебі ең басындағы ой қалу керек. Менің ойымша ол өте қате, себеп келіспеймін. Яғни айтқанда ол сауда саттықпен болатын болса, оның қызығы да болмайды, және де былай жалығып кетеді, қазақ халқының салт дәстүрінде бұзып кетеді. Және де наурызды айта кететін болсақ, менің ойымша өте әдемі қылып, яғни асыл айтқандай ауызбіршілікті бірлікте ұстаған өте тиімді жол деп білемін. Менің өз ойымша негізі наурыз тек көңіл көтеру немесе әртүрлі дәстүрді жаңғырту мағынасында емес, адамдардың қыстан аман, баяғы негізі мен әжемнен атамнан солай істейтін, қыстан аман шыққаннан кейін бір-бірімен көріскен қазақ халқы осылай бас қосуларын тойлайтын болған деп ше. Яғни асыл айтып жатқандай, Гүлсінай айтып жатқандай, бұл адамдардың бір-бірінің басын қосудың мерекесі. Оның барлығы саудаға етіп қалатын болса, шынымен де оның мәні кетеді, әсері кетеді. Бірақ мен Тандырмен де келісетін сияқтымын. Себебі біздің қазақтың дәстүрлерін тек жастарға, мысалы қазір алтыбақан қазір көп жастар бәрібір ойнамайды да оны деген, ұмытып бара жатыр. Оның орнына мысалы маркетинг
жүргізу арқылы, яғни сауда саттық жүргізу арқылы мүмкін наурыздың мәнін ашуға да болатын шығар. Егер наурызды басқа елдің мерекесімен біріктіріп, жаңа формат жасау керек болса, қай мерекені таңдар едің және қандай жаңа дәстүр пайда болар еді? Менің есіме бірден бір зат келді. Японияда осы гүлдер мерекесі деп аталады ма, ағаштар мерекесі ма, солдай бір аты бар. Бұл мерекеде адамдар бір-біріне ағаштың бұтақтарын сыйлайды. Бұл деген біздің достығымыз ұзақ болады дегендей мағынада беріледі. Менің ойымша, наурызға да бір өсімдікті бір-бірімізге сыйлық ретінде берсек әдемі деп ойлаймын. Бұл біріншіден адамның көңілін көрсетеді, екіншіден біздің табиғат үшін де жақсы деп ойлаймын. Менің ойымша, бұл наурызды деген холи мерекесімен, Үндістандың негізгі мерекелерімен біріктіруге болады. Былайынан қараса, ол деген наурыз көжені іше қойып отырып, және де дастархан басына отыра қойып қана емес, кәдімгі жүгіріп ойнап, например, сол түрлі түсті ұнтақтармен бір-бірінді шашып ойнағанда жақсы деп ойлаймын. Егер де біздерде бұндай мүмкіндік туылса, мен Жапонияның, яғни Тандырдың айтқанымен ханами деген, яғни сакураның гүлдеуі, ол өте, яғни көктемге де наурызға да былай көктемге байланысты ғой енді, яғни әсем гүлдері өсіп, соны бір-біріне сыйлау арқылы өте әдемі бір жақсы ауызбіршілік сияқты болады деп ойлаймын. Қыздар, мен сендермен келісемін, бірақ менің ойымша наурыз ол қазақтың бір қазақилығын көрсететін, жаңа басында айтып кеткенде қазақилығын көрсететін бір ерекше мереке болғандықтан мен оны ешқандай елдің, мемлекеттің дәстүрімен араластырмайтын едім. Мен үшін әр елдің әр мерекесі өзіне бір бөлек, яғни өзінікі өзіне, ай көрінер көзіне дегендей, қазақтың салты қазақ салты болып қалған дұрыс болатын еді. Наурызда алтыбақан теуіп, күресіп, бір дастархан басында наурыз көже ішеді. Ал кейбір елдерде мерекелерде үлкен фестивальдер мен карнавалдар өтеді. Қай формат жастарды көбірек біріктіреді деп ойлайсыңдар? Менің ойымша, жастар бір орында отырған жақсы көрмейді, немесе бұл енді кәдімгідей отырғанда, біз қонаққа барғанда өте ұзақ отыру менің ойымша жастарға ұнамайды, өзіме де ұнамайды. Менің ойымша, жастарға көбірек далаға шығып, жүгіріп, ойнаған, осы атпен жүрген менің ойымша оларға көбірек ұнайды. Сол одан да жастарға көбірек концерт қойып, көбірек өзіміздің этно музыкамызды тыңдатқан жақсырақ деп ойлаймын. Жастарды біріктіру үшін бұлай қарап тұрсан, ұлттық ойындар мен дәстүрлерді сақтап отырып деген әртүрлі ойындар өткізуге болады. Бұлайына қарап тұрса, олардың әртүрлі ойындар ойнатса, дәстүрге қатысты, мысалы арқа тартысты ойналса, өзінің адамдар жастар өзінің деген командалық ойын әрекеттерін деген дамыта отырып, өздерінің дәстүрлерін де сақтап отырады. Ал карнавалдарды қарап отырсақ, олар чисто деген әшейін көруге арналған ғой. Мен асылымен келісіп кетемін, яғни осындай қазақтың ұлттық ойындары олар біріктіреді, ал фестивалдар болса солай жай ғана көріп кетесің, болды, сол қызық. Ал былай, яғни алтыбақан жаңағы, мысалы асықтың өзі топтас ойнайды ғой енді асықты, оның өзі бір адамды жақсы біріктіретін сияқты. Иә, мен келсем. Сосын негізі біз өз қазақ жарысқан жақсы көреміз. Менің ойымша, жаңағы асық ойнатуды біз концерттерде жай ойнатады, оны былай ойнатып жібереді. Менің ойымша жарыстыру керек сияқты, яғни конкурс ретінде өткізу керек сияқты. Я, Таныр айтқандай, мысалы менің өзіме де ұнамайды, олай қанша сағат бойы бір дастархан басына, оны дастархан еще жай қалып тұрады, оның бәрін жей беретін болсақ, біздің көзіміз тоймай, одан кейін ауру да боламыз. Одан да сыртқа шығып, солай конкурстар өткізген дұрыс сияқты. Сол кезде жастар бірін-бірімен біргеді. Және еще асыл айтып кеткендей, жаңа алтыбақан тартысқан кезде олардың ұйымшылдыққа деген қызығушылық пайда болады, ұйымшыл болады, командалық жұмысы артады. Вот жастарды шынымен біріктіретін нәрсе секілді. Бірақ менің ойымша, былай қарасақ, барлық кішкентайдан үлкенге дейін барлығы шаруада жүреді. Бұл кезеңде барлығы үйдің көмегімен жүреді, немесе басқа заттарды істейді. Сол үшін менің ойымша, даже өте үлкен өзгерістер керек емес деп ойлаймын.
Наурыз мерекесі табиғаттың жаңаруын білдіреді. Жапонияда ханами кезінде адамдар гүлдеген ағаштарды тамашалайды. Табиғатқа байланысты мерекелер адамдардың өмір салтына қалай әсер етеді? Табиғатпен байланысты мерекелер адамдарды табиғатпен жақынырақ ұстайды, осы деген біріншіден. Екіншіден, бұл деген адамдар деген өзі сыртқа шықпай, өзі қыстан шыққандықтан енді деген адамдардың барлығы деген сыртқа ұмтылатын болады. Сол себептен деген наурыз мерекесінің өзі табиғатпен жақынырақ байланысқан болғандықтан енді адамдарды сыртқа шыққысы келіп, солай деген өмір салтын дамыта отырады ол. Менің ойымша бұл мерекелер көбірек біздің табиғатымызды аялауға және қоршаған ортаны қорғауға арналған деп ойлаймын. Наурыз мерекесі табиғаттың жаңаруын білдіреді. Жапонияда ханами кезінде адамдар гүлдеген ағаштар тамашалайды. Табиғатқа байланысты мерекелер адамдардың өмір салтына қалай әсер етеді? Жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Иә, мен де жаңа негізі күшті ой ойлап отқам, что-то ұмытып қалдым. Мысалы, наурыз табиғаттың жаңаруын білдіреді деп айтады. Жаңа Асыл айтып кеткенде, біз қыста өзімізді ішімізде жеп тастаймыз. Қыста біз тем более солтүстікте тұрғандықтан Күн аз. сол қызықсыз қыстың. Сол қыстан бетіп шыққаннан кейін құстардың оралуының өзін көру мен үшін бір үлкен өмірге деген мотивация сияқты. Бұл адам өмір салтына шынымен әсер етеді. Яғни жаңағы сұрақ тағы айта кетсем, яғни осылай, яғни табиғаттың ояну ол мысалы адамдарды табиғатқа деген қамқорлыққа үйретеді. Яғни жаңа Нұрсила айтып кеткендей, мысалы қарлығаштардың ұшуының өзі біздерді бір керемет етеді ғой. Андай жылы, яғни жылы мезгілдің келе жатқаны, және құстардың жылы жаққа ұшып келе жатқанының өзі, және табиғаттардың бір әсем күйге енуінің өзі өте бір жақсы әсер қалдырады деп ойлаймын. Ал құрметті көрермен, бүгінгі подкастымыз сіздерге қызық болды деген ойдамыз. Біздің тағы да бір мерекелік түсіріліміміз өз мәресіне жетті. Сіздерге сұрақ болсын. Наурызда дәстүрлер мен басқа елдердің көктем мерекелері, мысалы Холли немесе Chinese New Year дәстүрлерін салыстырсақ, қазіргі жастарға қайсысы қызығырақ? Және наурыздың қай дәстүрін өзгертіп, немесе жаңарту керек деп ойлайсыздар? Ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз, жай ғана қайта жүздескенше дейміз.